Балалар, бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеймін. Бәріңіздің жүздеріңізден көрініп тұр, сабаққа деген құштарлық, білімге деген сүйіспеншілік көрініп тұр. Сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Олай болса, балалар, бір-бірімізге жылы лебіз айтайық, Ал бастайықшы. Бүгінгі сабағымыз сәттілік. Бүгін құттықтап тұрсын. Бүгінгі келіп отырсын. Өте жақсы жарайсың. Бүгінге сәттілік. Бүгінге сәттілік және бүгінгі жақсы болып тұрсын. Бүгінгі өте жақсы болсын. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі ашық сабаққа сәттілік. Бүгін барлығы жақсы баға алыңдар. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа сәттілік. Бүгін сіздің жігіт әдемісің. Бүгінгі сабағыңыз болсын. Сен өте әдемі болып тұрсың. Қорытындылай келе барлығына сабақтан денсаулығына тілектесін. Өте жақсы балалар. Олай болса балалар, қазір осы қаламсап әдісі бойынша топқа бөлініп алайық, Келіңіздер балалар. Балалар, келіңіздер. Осы қаламсап арқылы топқа бөлініп алайық, Қара қаламсапты алған оқушылар пепсин тобынан, және қызыл қаламсапты алған оқушылар амилаза тобынан, және сары қаламсапты алған оқушылар глюкоза тобынан бөлініп алайық, балалар. Осылай топқа бөлмейікші. Балалар, топқа бөлініп алдық қой, солай ма? Олай болса балалар, пепсин тобының топбасшысы. Кім топбасшысы болады? Араңыздан бір топбасшы мүшесінің, сол оқушы бүгінгі сабақты бағалап отырасыздар. Мына топтағы пепсин тобының топбасшысы кім? Назима. Ал жақсы яқты болады. Ал глюкоза тобының топбасшысы бүгінгі сабақты бағалап отырасыздар. Топбасшысы кім болады? Балғынбек, Балғынбек. Амилаза тобының топбасшысы сіздерге дәл солай бүгінгі топтарыңыздағы мүшелерді аттарын жазып бағалап отырасыздар. Ендеше оқушылар, өткен сабақтың тақырыбы қалай еді? Әзімхан айта қойшы. Жылжа эффектісі және қалай азаматтардың Өте жақсы балалар. Өткен сабақта жылжа эффектісі, ал жылжа эффектісін пысықтау үшін балалар вортл тапсырмасы арқылы үй тапсырмасы сұрайды. Ал балалар, дайынбыз ба? Дайын болса, бастайық, Ал жылжа эффектісінің негізгі себебі не? Кім айтады балалар? Қай топтан айтады? Пепсин тобына келе ғой, Әзімхан. көмірші газының жасағандардың көмегі. Бастау керек, жауабын. Өте жақсы, жарайсың, дұрыс екен, солай ма? Жылжа эффектісі кезінде қандай құбылыс байқалады? Кім айтады? Келе ғой. Екінші глюкоза тобына. Дұрыс, өте жақсы жарайсың. Үшінші сұрақ балалар, озон қабатының негізгі қызметі не? Кім айтады? Амилаза тобы. Жаным айта қойшы, қандай екен жауабы? Келе ғой, баса қойыңыздар. Өте жақсы балалар, жарайсыздар. Төртінші, озон қабатының бұзылуының негізгі себебі не деп алады? Бірінші, оттектің көбеюі, фреондарды пайдаланып, кім айтады? Пепсин тобынан. Клара, келin. Фреондарды пайдаланып, Дұрыс екен. Жарайсыздар. Жылжай газдарынан қайсы жатады? Мына топтан. Камила, келin. Қайсы шығып? Озон қабаты жұқарса, адам денсаулығына қандай қауіп төнеді екен бала? Жылдам, кім айтады? Келе ғой, Мират. Балалар, жүрек аурулары қатерлеп жатыр, солай ма? Дұрыс жауап,
В екен. Ал жылжай инфекция салдарынан не болуы мүмкін балалар? Назима. Барлығы. Я. Жарайсыңдар. Дұрыс. Озон қабатының бұзылуына әсер ететін заттар қай топтан балалар? Жауап беретін балық мекелеуш. Оттегі. Я. Қате жауап екен, солай ма? Оттегі қате дұрыс жауап қайсысы? Хлорофилтер. Көміртектер солай ма? Озон қабатының бұзылуына ықпал ететін дәрігер қайсысы балалар? Озон қабатының бұзылуына ықпал ететін келе отыр. Шекені жасайды. Дұрыс. Жарайсың. Ауа райын бақылау ғаламдық экологияда не үшін қажет балалар? Қайсысы? Дұрыс жауап бар ма? Кім айтады мына топта? Келе отыр. Келе климаттың өзгерістерін болжау үшін, басайшы. Дұрыс. Жылжай инфекциясымен озон қабатының жұқаруының ортақ салдары қайсы балалар? Келе отыр. Жер сілкінісінің жиілеуі, иә? Жиілеуі. Қате еді жауап болды балалар. Дұрыс жауап қайсы? Экожүйенің бұзылуы арқасынан жойылуы. Балалар, миға шабуыл. Ас қорыту зауыты метафорасы арқылы тақырыпты ашайды. Адам ағзасын үлкен зауыт деп елестетейік. Зауытқа әртүрлі шикізат тамақ түседі. Бірақ оның өңдеп, дайын өнімге айналдыратын жұмысшылар бар. Олар ферменттер. Егер жұмысшылар болмаса, зауыт жұмыс істей ала ма балалар? Я? Зауыт жұмыс жасай алмайды. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалай екен? Ас қорыту үдерісі және ферменттердің рөлі бүгінгі тақырыбымыз, иә? Ал сабақтың мақсатына келейік балалар. Бірінші, адамның ас қорыту жолдарындағы үдерістерді сипаттайды. Екінші, ас қорыту процесіндегі органикалық заттар мен тиісті ферменттердің арасында байланысты ажыратады. Үшінші, ас қорыту ферменттерінің әсер ету принципін анықтайды. Балалар, бүгінгі күннің жадын жазасыздар және бүгінгі өтіп жатқан тақырыпты ас қорыту үдерісі және ферменттердің рөлі деп дәптеріңізге жазып алайық. Ал балалар, күннің жадымен тақырыпты жазып болған болса, ас қорыту үдерісі және ферменттердің рөлі бойынша видеоролик қарайық, иә балалар? Сіз көріңдерші, адам ағзасы үлкен зауыт сияқты. Бұл зауытқа әртүрлі шикізат, нан, ет, сүт, жеміс-жидек түседі. Бірақ ол сол күйінде ағзаға пайда әкелмейді. Оны ұсақтап, өңдеп, дайын өнімге айналдыру керек. Егер осы жұмысшылар ферменттер болмаса, зауыттағы шикізат ешқашан дайын өнімге айналмас еді. Сондықтан бүгін біз ас қорытудағы ферменттердің маңызы тақырыбын қарастырамыз. Балалар, видеороликтен керекті мәліметтерді түсініп алған болсаңыздар, осы қосымша ақпараттарға тоқталып өтейік. Ас қорыту жүйесіндегі биохимиялық үдерістер. Адам ағзасындағы ас қорыту күрделі биохимиялық үдерістердің тізбегі. Тамақ заттары ағзаға пайдалы формаға айналып, жасушаларға қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етіледі. Ал енді қараңыздар. Ыдырау үдерістерінің кезеңдері. Бірінші, механикалық өңдеу кезеңі. Механикалық өңдеу кезеңінде тамақтың пісірілген майдаланып, сілегей арқылы дындан асқазанда араластыру.
Ал екінші химиялық ыдырау ферменттердің әсерімен күрделі молекулалардың қарапайым заттарға ыдырауы. Ал үшінші сіңіру үдерісі. Ондағы ыдыраған заттардың қан мен лимфа жүйесіне өтуі. Ал төртінші қалдықтарды шығару, сіңірілмеген заттарды ағзадан бөліп шығару балалар. Бұл сіздерге қосымша мәліметтер. Ал енді балалар, ары қарай кейс-стади тапсырмасы арқылы топтық жұмыс орындайды. Бірінші топқа ауыз қуысы және асқазан. Сіздерге балалар, бұл жерде жағдайлық тапсырмалар да берілген, солай ма? Бірінші топ сіздерге кейс-стади тапсырмасы бойынша ауыз қуысы менен асқазан. Екінші топ липаза тобы сіздерге аш-ішек, жем-ішек негізгі қорыту орны. Үшінші топ сіздерге амилаза тобы, амилаза тобына тоқ-ішек және қорытылмаған қалдықтар. Балалар, сіздерге тапсырма дескриптормен бар. Дескриптор ас қорыту кездерін дұрыс сипаттайды, бір-бір арқасына ферменттердің әсерін түсіндіреді, бір-бір қорытынды жасап, жүйелі жауап береді, бір-бір. Балалар, сіздердің алдарыңызда парақшалар берген. Осы стикерлерге тапсырманы орындайсыздар. Балалар, топтық жұмысты аяқтаған болса, пепсин тобына келіңіздер, екі оқушы. Тақтағашыңыздар, я? Ал жақсы, бірінші сұрақтарыңызды оқыңыздар. Пепсин тобына ауыз қуысы мен асқазан жағдай. Айдос нан жеп отыр, алдымен ол нанды шайнады, сілекеймен араластырды, содан кейін ол асқазанға түсті. Асқазанда тұз қышқылы мен ферменттер әсерінен нәруыздар ыдырай бастады. Тапсырмалар, сұрақтар. Бір, ауыз қуысында қандай үдерістер жүреді? Ауыз қуысында механикалық және химиялық үдерісі жүреді. Механикалық ол шайнау, ал химиялық сілекей. Екінші, сілекейдегі ферменттер крахмалға қалай әсер етеді? Сілекейдегі амилаза ферменті крахмалды молитозға қанға дейін ыдыратады. Асқазан нәруыздары қалай қорытылады? Асқазанда тұз қышқылы мен лептин ферменті нәруызды пепсиндерге дейін ыдыратады. Жарайсыздар балалар, отырамыздар. Ал келесі липаза тобы. Келіңіздер, тапсырмаларымға қойып отырыңыздар. Екінші топ аш-ішек, негізгі қорыту орны, жағдай, айдана алма-жегі. Ас қорыту процесінің көп бөлігі аш-ішекте жүрді. Мұндайғы безінің сөйлі, өт және ішек сөйлі бөлігі. Білікті заттар қарапайым молекулаларға динаграф ішек бірлеріне сіңірілді. Тапсырмалар. 1. Аш-ішекте қандай ферменттер әсер етеді? Аш-ішекте өкпе және ішек сөйлі ферменттері әсер етеді. Бұлар амилаза, липаза, сахароз және тағы басқалар. 2. Малар қандай заттарды ыдырайды және оларды не береді? Малар бензин мен май қышқылдарын ыдырайды. 3. Білікті заттар қайда сіңіріледі? Білікті заттар аш-ішекте сіңіріледі. Өте жақсы болады. Ал келесі топ, амилаза тобы. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, келе қойыңыздар. Тоқ-ішек және олардың қорытылмаған қалдықтары, жағдай. Ержан қатты көкені шелепсі қорытылмаған жасын қалдықтары тоқ-ішекте түсті. Мұнда суды көбісі сіңіріліп, қалдықтары анал түсіріне арқылы сыртқа шығарылады. Тапсырмалар. Тоқ-ішектің негізгі қызметін атады. Тоқ-ішектің негізгі қызметі өнімдер мен қорытылмаған қалдықтарды сіңіреді. Ас қорыту процесінде символдық бактериялардың жойылған. Ас қорыту процесінде симбиоздық биологиялық
Құрметті топ басшылар, жаңағы сіздер топтарыңыздан шыққан оқушылардың тапсырмаларын толық дескриптірге байланысты 3 ұпайдан қоясыздар, бағалап отырыңыздар солай. Топ мүшелеріңізді бағалайсыздар. Ал ендеше оқушылар денемізді қозғалдық, бір серттіп алайық. Олай болса балалар орындарыңыздан тұрайық. Алда топтық жұмысты аяқтадық. Енді келесі жұптық жұмыс тапсырмасы, жұптық жұмысқа қалды. Астықты патшалығы. Баяғы астықты патшалығы деген ғажайып ел болыпты. Бұл елде 3 еңбекқор кейіпкер өмір сүріпті. Ол жерде Пепсин, Бартыра және Айдылаза, Липаза деген әртүрлі қаншайымдар майларды сақтау энергияны айналдырады. Күн сайын олар бірге еңбек етіп, адамның денесіне күш қуат беріп тұрады. Бірақ бір күні токсин деген жау келіп, ас толтырды, баяулап ашылады. Сонда Пепсин, Айдылаза мен Липаза бірігіп токсинді жеңіп, ағзаның қалыпты жұмысын қайта қалпына келтіреді. Ал енді балалар, екінші жұптық жұмыстың тапсырмасын қима қағаздар арқылы сіздерге таратып беремін. Жұп болып орындайсыздар балалар. Балалар, жұптық жұмыстың тапсырмасы дескриптор 3 балл, ферменттері Пепсин, Айдылаза, Липаза негізі қызметін дұрыс атайды, бір ұпай қоясыздар. Әр ферменттің болмау салдарын түсіндіреді, бір ұпай қоясыздар. Ферменттердің ағзадағы маңызын қорытындылап байланысын көрсетеді, бір ұпай. Ал ендеше балалар, жұптық жұмыс дайын болса, жұптық жұмысқа шаршы орындайыншы. Егер Пепсин жұмысын тоқтатса, ағзада қандай қиындық туындайды? Пепсин жұмысын тоқтатпаса, ағзада проблема. Аминаза қанықпай болмаса, атаның тесіліп қандай өзгерістер болады? Балалар, жұмысылар энергияға айналады, атомен сірейді. Липаза болмаса, майлар ағзада қалай аталайды? Балалар болмайды, ағза энергиямен май қышқылдарын ала алмайды. Липаза болмаса, майлар ағзада қалай тоқылсын. Майлар ыдырамайды, ағза энергиямен май қышқылдарын ала алмайды. Ал ендеше балалар, жеке жұмыс орындаймыз, тапсырма, үшінші тапсырма, бос орынды толықтыру. Балалар сіздерге қазір қима қағаздар таратамын. Осы қағаздарды жеке орындайсыздар. Ал балалар, жеке жұмыспен дескриптորына қарайықшы. Дескрипторға барлығы бір ұпайдан, ауыз қуысында көмірсуларды ыдырататын ферментті анықтайды, бір ұпай, асқазанда дәрі-заттарды ыдырататын ферменттері сипаттайды, бір ұпай, майларды глицерин мен май қышқылдарынан ыдырататын ферменттерді ажыратады, жалпы бір ұпайдан.
жеке жұмыстың инспекторы. Олай болса балдар, тапсырманы орындай беріңіздер, Ал ендеше балалар, жеке жұмысты орындап болған болсаңыздар, 5 симптомнан дайынсыздар ма? Дайын оқушы бар ма? Я, Әзім қандай тауыш? Бірінші. Ауыз қуысында көмір салады ыдыратын элемент амилаз. Дұрыс па балалар? Екінші. Асқазанда дәрі ыдырататын фермент пепсин. Дұрыс па балалар? Липоазотолынан. Болдық па балалар? Тапсырма болған болсаңыздар, кім дайынсыз? Кім дайын? Камила тауыш. Майларды белсене мен қышқылдары ыдырататын фермент. Қадыр неге тауы? Пепсин. Дұрыс па балалар? Амилазотолынан жеке жұмысқа дайын оқушы бар ма? Дайынсыздар ма? Анар айтауыш кәлем? Дұрыс па балалар? Тағы? Майларды глицерин мен май қышқылына дейін ыдырататын фермент пепсин. Дұрыс па балалар? Өте жақсы балалар. Жарайсыз. Ал ендеше балалар, бүгінгі сабағымызға қосыла келе, кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабағымыздан не түсіндік? Не ұқтық? Соны балалар, бүгінгі сабақта түсінгендеріңізді көрші топтарға айтайық. Не түсіндік бүгінгі сабақта? Мына топта 5 симптомнан. Балалар айтауыш, не түсіндің бұл? Ауыз қуысында көмір салады ыдырататын фермент амилаза. Жақсы, ауыз қуысындағы ыдырататын ферменттер айтып жатыр. Ал липоазотолы айтауыш. Егер пепсин ақылдан тоқтатса, қандай минутта қолдайды? Қандай минутта қолдайды? Жарайсыздар. Ал амилазотол Майларды қорқылатын балалар, сонымен бүгінгі сабағымызға қорытындылаймыз. Топ басшылары, тобыңыздағы оқушылардың бағасын айта қойыңыздар, қалай бағаладыңыздар? Мына топтан 5 симптомнан Назима. Менің тобымдағы оқушылардың бағасы Әзімхан 9 балл, Нұрханбек 8 балл, Орынбасар 7 балл, Қара 9 балл, Назима 9 балл. Келісесіздер ме балалар? Жақсы жарайсыздар. Липоазотолы. Біздің топқа қатысты кәдімгі көзбен жетіп алды. Мереке 9 балл, Астранға 8 балл, Камилаға 10 балл, Милаға 10 балл, Қадырбекке 7 балл. Жақсы жарайсыздар. Келісесіздер ме балалар? Амилазотолы топ басшысы. Амилазотолының оқушыларының бағалары Анура 9, Диас 9, Мирабек 8, Анар 8, Аягүл 9. Ал ендеше балалар,
Үйге тапсырма 10-шы параграф аз толтыру үдерісі және себептердің рөлі деген тақырыпты оқисыздар. Сұрақтарға жауап бересіздер. Осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Сау болыңыздар.